Салковский көшесі 8 мекен жайында орналасқан тұрғын үйдің түйткілді мәселесі шешілді. Іргетасы сонау 1978 жылы қаланған тұрғын үйдің тұрғындары біраз жыл бойы қабырғасы қақыраған баспанада күнелтіп келген еді. Олар жыл сайын өз қаражаттарының есебіне подъезге жөндеу жасап, қабырғаны сәйкестендіріп, есіктерін өзгертіп салатын. Сол кезде баспана иелері өмірлері үшін алаңдап отыратындықтарында атап өткен еді. Боимся, что может рухнуть, потому что он... Үйіміз опырылып түседі ме деп қорқып отырмыз. Көріп тұрғандарыңыздай, қабырғаларымыз құлайын деп тұр. Өміріміз үшін қатты алаңдаймыз. Қазіргі таңда аталмыш мекен жайда орналасқан тұрғын үйдің берекесі кіріп, тұрғындарды толғандырған сауал өз шешімін тапты. Подъездің жөндеу жұмыстары бір ай бұрын аяқталып, жарылған қабырғаларға өңгерген. Спасибо вашему каналу. Сіздің телеарнаға алғысымызды айтқымыз келеді. Сіздердің репортаждарыңыздан кейін подъездіміз жөндеу көрді. Жаңарған подъездіміз бізге қатты ұнайды. Қазіргі таңда аталмыш үйдің барлық дерлік кіреберіс подъездерінде жөндеу жұмыстары аяқталып қалыпты. Пәтер иелері кооперативі шама шарқымыз келгенше қабырғаларды сылап, подъездің кем-кетік тұстарын жасап жатырмыз дейді. После вашего репортажа мы провели собрание. Сіздердің репортаждарыңыздан кейін тұрғын үйлердің иелерімен жиналыс жасап, тұрғындарға қабырғаны алып тастамау туралы кеңестер берілген еді. Бүгінгі таңда подъездің жөндеу жұмыстарын аяқтап отырмыз. Бір подъезді жөндеуге 110 мың теңгедей қаражат жұмсалды. Бұл тұрғын үйдің мәселесі араға жылдар салып өз шешімін тауып отыр десек те, қаламызда қабырғасы сөгіліп, шатырынан су арылмайтын тұрғын үйлер жетерлік. Тұрғындар үйді ұқып тастауы керек. Уақытылы кем-кетігін жөндеу пәтер иелері кооперативі мен тұрғындарға ортақ міндет. Қос тарап бірге жұмыстанбаса, аталмыш үйге бақыт пен береке тұрақтамайтындығы айтпаса да түсінікті. Ажар Хамитова, Нұрлан Конашев, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы.